Кәне, полицейден қашамыз, полицейден. Қаяқтан секірсем екен деп отырмын да. Не бір машинада жоқтан алып төп кете беретін дейші. Достар. Біз жаңағы подлодканы ұрладық қойса, ұрлағаннан кейінші. Ана жақта тұрма машина. Сол подлодка ұрлағаннан кейін аңғаш. Мынау шаршады ғой примерно шалын. Сол подлодка ұрлағаннан кейін мен мына неден шыға алмай жатырмыншы. Былай іздеймін, бір машина жоқ дегдік. Шаршап қалдым ғой бейшара. Или мен шаршап қалдым ба? Сол достар енді. Мәна қаяқтан мына аяқтан шыға берсем болады екен ғой. Баған бермей забордан былай секірем. Қайдан кетем деймін. Мәна треверім бітті ғой. Бітті ена треверлерінші. Қаяқтан мұнда яқта тұрма. Достар, мына жаққа жету деген сұмдық қой енді. Мынау дегенін потолок болайын деп отыр ғой қазір деген. Мында машина жетеді екен ғой. Мен машина жоқ деп отырсам. Мынау ұят болады енді. Мынау ұят болады. Кішкене более мынау ғана қой деймін, более солидный. Бірақ шақты да болды айтады. Достар, 9 километр дейді. 9 километр дейді. Асқара. Сендер чөн, неге отсыңдар жаймен жай? Арнаға тіркеліңдер, микробайды қосыңдар. Лайк басыңдар, репост жасап жүріңдер. Жайдан жай отырмаңдар, достар. Таратыңдар. Тез. Біз подлодканың миссиясын ары қарай аяқтаймыз. Подлодка деп подлодканы ұрладық қой. Біз порт миссиясын орындап отырмыз ғой. Кәні армен жалғасып отыр да примерно. Қолдап отырыңдар, достар. Соң айтам да, жаңа балықты айтам да. Балық туы кезде біз сол балықтардың бәрін жинап ауылда өткіземіз коммерсанттарға. Ол коммерсанттарын арзан алады ғой енді. Бірақ енді ол коммерсанттарды дұрыс түсінуге болады достар. Енді олар қалаға алып барады, Балқаш қаласына. Сол жақта кішкене прибыль көру керек дегендей ғой. Сен жолың бар, полың бар. Сол кездері біз өскен кезімізде бүкіл ауылда бірақ автобус болатын ғой. Таситыншы. Нормальный машина екен. Аған тейікші. Отырып алайықшы. Тез жүретін сияқтымыз. Нау емес енді. Мұнау. Мустанг ба бір бәле ғой нау. Нормальный машина ғой нау деген. Мен тез жетіп аламыз ғой. Мустанг қой нау. Тез жетіп аламыз мен примерно. Сол достар. Азарлары түнгі азарлары. Таңғы сағат 3-4 қоймындар. Біз жаймен тез жетіп аламыз да наған. Жарайды жетіндеш. Қандай миссия тұр екен, не орындайды екенбіз деймін да қазір. Жарайды оны қойшам. Балқаштағы әңгімемді аяқтайын да сендерге. Сол біз Балқашқа сумка балық тасып өткізетін кезімізде болғанша. Ана сумка деген невозможно ауыр болатындай. Ол кезде мен кішкентай едім да, ұлым сияқтымын да, 5-7 жастамын да. Ол кезде түсінбейсің ғой, ақша не дегенде, қалай келіп отыр, қайдан кетіп отыр. Әйтеуір балық ұстап аласың да, бір-екі жерден бобаланы аласың да, жарты етіп жеп аласың да, қарны ашқан кезде. Сол бобаланы біз сатып анау не болатын, Титаник сияқты үлкен корабль болатын сонда ауылда. Птис деп айтатын ол корабльді. Титаник сияқты ғой әшейін анау. Мен сол кезде Титаник деп жүрдім ғой негізінде. Қайдан 90 жылдардың аяқтары. Ол 2010-ға шейін жүрді ғой деймін сол Птис. Қателеспесем 2010-нан кейін келмей кетті ғой уже. Үкіметтен ақша бөлінбеді ме екен, или ол частник пе екен, түсінбедік қой соны. 2010-нан кейін із-түссіз жоқ болып кетті ғой кәдімгідей. Сол кішкентай кезіміз тәртен ерінбей тұрып, қармақпен балық аулап, балалармен кім көп ұстайды екен деп. Мәссіғын достар не болып кетті аяқта. Көрдіңдер ме сіздер? Бір
как будто гравитация ма бір болып кетті өзімен өзі. Сол біз птицқа өткізіп балықтарды мен сол кезде 200 теңге 250 теңге табатын да. Ол кезде 200-250 теңге деген қазірге бір 20-25 мың теңгемен тең ғой негізінде. Ол кезде ақшаның құны болды негізінде. Шыны керек. Қазір ақшаның құны кетті ғой примерно. Сол достар. Қолым қорылдап ұйықтап отыр ғой мұнда. Шашан. Садикте жоқ бұл балалар, рахат үйде ауырып отыр да. Бүгін қатты жұмыста келді апасымен бірге қалаға барып. Сол жұмыстарын бітіргенше екі аяқ талып, үйге тамағын келіп ішіп болды ғой. Бір қорылдады болды, әлі ұйықтап отыр. Тәртіп бірақ тұрады ғой бұл бала енді. Мен сұрады, әке, че там видео түсірмедік ба деп. Или мен тағы түсіріп тастадым ба деп. Достар, міне нан жақында қылдық. Қайықта че түсінбедім. Мына жаққа шыңғылық көрсетіп тұр ғой примерно. Ше түсінбедім че-то. Сендер түсіндер ма? Мен че-то түсінбедім. Қайықта мынау. Мына жолға түсіп көрейік, мына жолдарға түсіп жақындайға жаймен. Әйтпесе или мынау жолда келатқан бір бәлемеке не нәрсе мынау. Ашес. Или машина меке, надан келсең полицияға кетеді ғой примерно. Бәсе, полиция мен қандетте, украдетте, достар мынау. Военный база ма бір бәле ғой мынау деген. Нан қараңдар достар, вертолет турла деп тұр примерно. Давай. Достар, нан қараңдар. Не ұрлап атырмыз. Сендермен бірге Треверда жизнь жоқ қой мұнда примерно. Треверда дым жизнь жоқ қой мұнда. Оторвитесь от вертолета дейді. Қайдан оторвитесь? Қашайық. Ладно, вертолетті ұрлап атырмыз ғой достар. Ағарыш. Майын достар. 4 жыл жан кеткен ба бізде? Давай, духынчица, остаться. Давай. Резко көтеріле қалатындай. Фух, етіп көтеріле қаламыз да қазір. Арттан қалмай келатыр да. Қой қалаға кеттік. Примерно қалаға экспортировать етеміз ғой примерно. Примерно қалдау. Жетпейді оны еқті келатыр. Болды ғой. Біздің өзіміздің ангарымыз бар енді. Сонда вертолет тұр. Потом кішігірім самолеттар тұр. Достар, не деген витна қараңдар. Уэйд екен ғой, Уэйд. Нан атын ұмытта қалдым ғой. Скоро операциямызға дайын боламыз да бұйырсаш. Болды. Уэйд, дайындалыңдар. Келдік. Міне. Уже ке қойдық па ангарға. Әппақ тұрғазына чөк па қаяққа. Тасады. Так. Аккуратно түсіру керек та жаймен асықпайды. Мен примерно бір нәрсе ұрлаймыз ғой, или мини подлодканы тасимыз ба, сондай бір нәрсе істейміз ғой мұндаш. Мен қателеспесем егер. Қателеспесем солай енді. Именно осы жерге әкел деп тіреліп тұр ма, примерно. Мақұл, давай. Именно осы жерге қояқ па.
Болды именно осы жерге қоямыз да қазір міне. Пожалуйста, ваш заказ выполнен дейді ғой бұндайды. Болды ғой, дайын ғой атақта. Не достар, мә қараңдар, не бар бізде мында. Мынау дегені не мынау? Қара, не аяққа қара. Жақтан вертолетымыз тұр ғой. Мынау өткен жолы бізді алып келген грузовик қой мынау. Аяқ не істеп тұр мынау? Давай тағы да бір машина ұрлап алайын аяқтаншы. О, Cadillac Americos. Не деген мынау, ескі машина. Ал, давай, чо там төлесесің ба? Не, чо там? Ал, не дейсің ал? Көтен құшу қандыма дейді ғой бұндайшы. Бізде келешекті новый миссия шықты, Б деп тұрмын да. Көрейік, не деп тұр. Әне жақта ескі миссия қылып қалады ғой примерно. Б деген ема. Болды достар, осымен біз келешекте 36-шы миссияны аяқтадық. Бұйырса біз тағы да мына қара Уэйд конкретно дайынымыз дейді да. Уэйд Флойд квартирада кезікпейді дейді. Мен аңғарады достар. Мынау дегені не? Мынау дегені спортивный машина ғой. Мынау дегені не достар? Мәссаған достар. Мынау дегені не? Текс. Ал аш енді. Мен есікті аша алмай қалған мой. Прикиньте, есікті. Күшті кен машинасы. Кана атсам примерно. Ішінде закис азоты тұр екен да. Закис азотын атқасан примерно атылады ғой. Что-то атылмай тұр. Неге есік ашылмай жатыр да? Ашылу керек қой мынау. Треворда. Птю, дома қылды ғой, примерно ұстап алды ғой Треворда. Бұзақылық жасадым деп. Құдай біледі, қазір қанша мың доллар ұстап алады екен бізден осыдан. Бізді ұстанды. Тек $300 ма, $3000 ұстап алды ғой.